Сәлем, бүгін ер адамдардағы қарын мәселесі жайлы айтайық. Ер адамдарда қарын өссе, бұл жай ғана сыртқы көрініс емес. Ағзаның ішіндегі үлкен өзгерістер болып жатқан көрсетуі мүмкін. Қарын өскен кезде ағзада негізі ер адамдарда ең ведущий гормон деп айтамыз, тестостерон гормоны деген болады, еркектік гормондар. Қарын өскен сайын бұл гормондар азаяды да, оның орнына әйелдік эстроген гормондары көбейе бастайды. Соның нәтижесінде ер адамда энергия азаяды, көңіл күй бұзылады, бұлшық азайып, май көбейеді орнына, потенция нашарлауы мүмкін, тіпті емшектің ұлғаюы, гинекомастия деп айтып жатамыз, сол белгілер пайда болуы мүмкін. Онымен қоса ер адамның көңіл күйінде де көптеген өзгерістер болады. Кеше ғана жанып тұрған жігіт, мысалы, ештеңе істегісі келмейді, жұмысы болмайды, жолы болмайды, бір жол болмай жатқан сияқты сезімдер болады. Керісінше ол гормондардың әсерінен болады. Байқап жатсаңыздар, мысалы, ер адамдар, күйеулеріңіз ренжігіш болып, көрінген затқа мән беріп сөйтіп жүреді. Ол оның жаңағы әйелдік гормондарының көбейіп кету әсерінен де болуы мүмкін. Спортпен айналысады, диета ұстап жатыр, мысалы, сол қарынды байқағаннан кейін ештеңе көмектеспейді. Не үшін? Өйткені гормондық фонның өзінде үлкен бұзылыстарға ұшырап отыр. Ең бастысы бізге бірінші очередте өзіміз қажет гормондарды қалпына келтіру керек. Қажет гормондар ол қарапайым: тестостерон тапсыруға болады, эстроген тапсыруға болады, глюкоза, инсулин, холестерин және витамин D тапсырған кезде мен оны сипаттап, бағалап, толық диагноз қойып, емін тағайындауға болады. Онымен қоса қарын ол висцеральды жир деп айтамыз. Ол өте қауіпті болып келеді, әсіресе 40-тан асқан ер адамдарға. Не себепті инфаркт, инсульттер көп болып жатыр? Өйткені қан тамырларында алдында айтып өткен сияқты холестериновые бляшки жиналады. Сол үшін ең бастысы бізде гормондық фонды реттеп, одан кейін спорт, дұрыс тамақтану, содан кейін ғана қалыпқа келтіруге болады. Көптеген ауруларды осылай алдын ала аламыз.